болмаса тасырқанмайтын, мұзға салсаң тайғанамайтын, отқа салсаң жанбайтын, суға салсаң батпайтын, серік көкімді атпайтын, сатпайтын, семсер сүйіп септескен дос жараңдарынан ақ тілек болсын. Абыр сабырды басып, достардың, кластастардың тілегін тыңдайық қанекей. Әпкеміздің кластасы Дина әпкеміз шықты ортаға. Келіңіз, өзіңіз бастап беріңіз. Қыздың жолы жіңішке, келіңіз. Салтанат Серік бүгінгі тойлағы құтты болсын, 60 жасы құтты болсын, өмір жасың ұзақ болсын, балашы қызының көр, немерең бар, ел шөбересі, қолынан алақаннан май жала берсін. Бүгін кеп отқанына құда мен арыңыз, дос жараң, жемжат, бәріңізге осындай той жосты болсын, той жақсы өтіп жатыр. Заманымыз тыныш болсын, нанымыз көп болсын, басты байлық денсаулығымыз мықты болсын. Рахмет деп қабыл болсын. Көкем кластастарына көшем, сәл сабыр етіңіз бе, кластастар, сабыр етіңіз, келіңіз. Ал Серік құрдасын 60 жасын құтты болсын. Салтанат деген бір жастағы жартайыңды. Немерелерін қызынан қоймай жүре берді. Құрметті бүгінгі Серік досым тойына жиналған қауым, той құтты болсын. Ал Серік бүгінгі 60 жас мерейтойы құтты болсын. Жасына жас болсын, басына бас. Аңсаған арманына жете беріңдер. Салтанат екеуі бір жас қыздар кәтері. Ал нәсіп етсін сендерге. Өсіп отқан қыздардың қызығын көрді, немере сүйінді, шөпшек сүйінді, бар жақсы тілейді. Аман болды. Рахметлер қабыл болсын. Армен жалғайтын ағалар, әкелер, келіңіздер. Рахмет асыда. Ал енді осында тұрған құрметті Серік мырза. Серік мырзам осында төрде отырған төркіндері, қайын жұрттары, құда жекжаттары, жора жолдас, көршілері, алпысақты кластастар. Баршаңызға бүгінгі той құтты болсын, той баласын. Серік Салтанат бүгінгі мерейтойларыңыз құтты болсын, дендеріңіз сау, бастарыңыз аман болсын. Құдайдың берген жасын жасай беріңіздер, бүгінгі шүгілі шөпшектің алақынан май жалауға Құдай нәсіп етсін. Тек қана аман болайық, халқымыз тыныш, аспанымыз ашық болсын. Аман болайық, жаман болмайық, байқуатты болайық, той баласын. Көп екен. Ассалаумағалейкум ағайындар. Бүгінгі той құтты болсын. Серік Салтанат, Серік құрдасын. 60 жас мерейтойы құтты болсын. Салтанат екеуі бір жаста қартайып, өсіп отырған ұлдарының қазанды көріп, еңгілі шүйірілесін, ортасында шапқылап жүре беріңдер. Серік мен бір көшеде тұрған кластасым. Бұл енді сұрын айтып, ұяп жүріп, осы қан қалғы бағып жүріп, бір Салтанат деген ұлатып жүріп деген. Sonra Салтанатқа шығарған бір шуақ өлеңі бар енді. Мен соны айтып берейін сіздерге. Сен байыз біле Салтанатқа қарап тұрмай. Аңсаған әппақ арманым, орманым менің бұл жаным, тек саған дейін апарым, әлемнің барлық жолдары, көктем құлпырса керемет, қолымды маған жетелеп, алдымнан ұшқан көбелек, алдымнан ұшқан көбелек, алдымнан ұшқан көбелек, көгімді менің биіктетші, кеудеден кетсін күйік мұң, мына әлемді сүйікті етші, сүйікті етші, сүйікті етші, сүйікті. Көгімді менің биіктетші, кеудеден кетсін күйік мұң, мына әлемді сүйікті етші, сүйікті етші, сүйікті, сүйікті. Ескірмеген махаббат, ескірмеген махаббат,
Ақтөбеден келіп Ақкемнің сол өлеңді айтып еді мына Жәлеугүл адамдарына мынау барлықтарыңызға жалын сәлем. Мына 2 жастың туған күніне келіп жатқаныңыздарыңыз. Аналарда вальс биледі, үшеуміз билейді, мен сіз билейсің, салтанат Секегүлін жақсы көретін деді. Мына қысық енді, Құдай туған күннен туған күнге жеткізе берсін. Бір тойда баяғы Шынарекеміздағы бір түнде 3 тойға да баратын кезіміз болған. Бәрі ұсталат кеп қалады енді. Ура мен келіп тура мынау өзім 66-ларын тілек айтып жатқан жеткен өте қуаныштымын. Құдайға шүкір, ниетің дұрыс екен. Ескірмеген махаббат деген осы. Барлықтарыңызға денсаулық. Мынау екеуі Құдай өйстіп, сары түсті, ақ басты, кәдімгі былжырап қалған шал кемпір бөлінге жүргізді. Құдайға шүкір бала шаға бар, маған не болмасақ шүтір өзім-ақ бара беріп. Давайте, осы туған күннен жете берейік, алпыстарды жасай берсін. Ертім, Жәлеугүл адамдары бұл жерде қызы Жәлеугүл болмай, Құда жұрттан басқасы. Жәлеугүл жасасын, үйістіп күлі ойнап жүре берейік, туған күнге жете берейік, бала шағаны жете берсін, бәрін жетсіп, бәріміз кәдімгі өлек ішінде бар. Рахметімен қабыл болсын. Көкеме бір шапаласын қойыңыздар. Қыздар. Саламатсыздар ба, армысыздар болсын қауым. Серік салтанат, бүгінгі мынау 60 жас мерейтойлары құтты болсын, дендерің сау болсын, осы жасқа дейін көрген бақыттарынан көретін бақыттарың көп болсын, тек қана жақсылықта, қуанышта, бақытты бай-қуат ұзақ өмір сүре беріңдер. Құрметті қауым, бүгінгі біздің Серік пен мен құдам және құда деген салтушы жасап жатқан мерейтойлары құтты болсын. Әрдайым осындай достарым көп болып, дос-жаран, жекжат, құда көбейе берсін. Немеренің, шөберенің, боғына малынып екеуің жаңа қайрат айтқандай, бұлжырап, қартайып, соның сөзіне қосыламын. Арамызда осылай ойнап күліп жүре беріңдер. Барлығымызға жұлдызды болсын тойларың. Аман есен, денсаулығымыз мықты болып өсіп шапқылап жүре берейік. Рахмет әке. Ал тойға жиналған қауым той құтты болсын. Міне осындай кең сарайда бүгін Серік өзіміздің құрдасымыз салтанат. Туған күнің құтты болсын, Серік. Денің сау болсын. Мына ұл-қыздарына рахмет. Осындай кең сарайда сенің 60 жасында тойлатып жатқанына. Дендеріңе саулық, бастарына байлық тілеймін. Балаларының әрқашан рахатына бөленіңдер. Немеренің, шөберенің қолынан май жалаңдар. Жақсылықта тойда кездесейік. Ал 60-лар бақыттарына күшті денсаулық деймін. 60 жас басталды. Ары қарай енді бақыттарға денсаулық деймін. Той-тойға болсын. Ассалаумағалейкум, құрметті жиналған. Мамырын Серік бастасының арасында келген еді. Той кішкентай болғаннан кейін басылды, алдын-ала бізге қосып келген ол. Мынау 60-ға келеді, бізге бәріміздің арасында. Осыға 60 жас той құтты болсын, денсаулығың құтты болсын. Өсіп жатқан ұлдарың, қыздарың, сысына қоймай, арқасында салтанат етеді. Осындай жап-жастай жүре беріңдер. Ағына Серік болсын, бүгінгі мерейтойың құтты болсын, 60 жасың. Жаңа айтқандай, салтанат екеуің бір жасықтар атайық. Жақсы өмір тілеймін. Жасыңа жас қосыла берсін, әрқашан. Сол халыққа қызмет етіп жүре бер, таксовать етіп. Барлықтарыңызға рахмет. Ал рахмет, сіздер билететін қарындасыңыздың әні дайын тұр. Қалғанымыз бір ауыздан қосыламыз ба? Бар ма? Ағам айтсын, сонымен қосыламыз дейік бәріміз. Келіңіз. Той құтты
Құтты болсын осындай той. Айтқан көп, айтып соңында осылай. Құрметті көпшілік бүгінгі тойларыңыз құтты болсын. Мынау сізге екеуміз кішкентайдан бірге өсіп бірге ағамыз. Міне бүгін 60-ға келдік. Олардың жасың құтты болсын. Осы шаңырағынан шақтық, өзіңнен ұлы қылдың десін. Тек қана жайған дастархан қызықты қажайын. Отбасыңнан қызықшылық кетпесін. Тек қана қуанышта, осы қуанышты көзіп жүре білейін. Рахмет ал, енді естелікке суретке түсіп олар. Жағылсын свет. Мен құдаларға барып, үлкен асқа батағай. Басқа батағайрайын деп тұрмыз. Бас кімге барса бата соған дейді. Ал, құреке, сізді қасыңызға қарай бара жатырмын. Басқа алдыңыздан көріп тұрмын. Олай болса, әумин деп ақ білекті көтеріңіздер асқа бата. Жалқатсын қабыл етсін, Иисустың Алла жеткесін, ескесін, соның үшін өз жаратқан жаппады ем, халқымды даласымен сақта, елімді данасымен сақта, сәбиді анасымен сақта, азаматты санасымен сақта, үйдегін үйде сақта, түздегін түзде сақта, шайтанның шақарынан сақтау, дұшпанның қатарынан сақта. Күнім шуақты болсын, күнім құзуақты болсын, қадап дия басын, періштеге басын. Ғаш берсең жемісті өрлейсің, кімді берсең келісті өрлейсің, ақ берсең шамысты өрлейсің. Арғақ бер, құрақ бер, жұмақ болсын, осы елдің таңдарындағы үйіп тұрып құрақты қауым. Әумин деп қойыңызды үлкен асқа бата қайырдық. Ал, еттен алыңыздар, тамақтаныңыздар, қанаттаныңыздар, беймарал алдағыдан не көтеріп отырыңыздар. Сіздердің құрметтеріңізге Сен болмағансың маған сәтін, жер басып жүрмей-ақ қой янымда. Күннің ақ жамылған
ардақты ағайын бір сәт назар салып қойыңыздар. Алдағы еттен алып отырыңыздар, дәмден алып отырыңыздар. Бізге көздің қиығын салып қойсаңыздар, болды. Құлақтарыңызды түріп ағажығыны бассаңыздар. Құдай қос, Құдай бере салған көршілер қауымынан тамаша тілек ниет алайық. Жол жөніңізбен, жазғы күндерімізден келіңіздер, бастап кетейік. Әке. Кеш жарық, құрметті қонақтар. Міне бүгін біз Құдай болған көршіміз әлі көп бола болған жоқ, көрші болғанында жаңа көрші. Иық тірескен, бірақ үйіміз өте жақын. Үйгендер айтады ғой, шынында да ақыретте көршімен қандай екенбіз деген сұрақ береді. Сол сұраққа лайықты болайық енді. Мына секілді бүгінгі 60 жас мерейтоймен шын жүректен құттықтаймын. Денің сау болсын, бала шағаң аман болсын. Мына салтанат екеуін қол ұстасып, сол бала шағаның жолын бірге көріңдер. Сол қуаныштарының бұдан кейін бізде куәсі боламыз ғой, Құдай келсе. Өте жақсы жандарға ұқсайды. Келгені берген байқап жүрміз ғой, түнде көреміз, таңертеңнен кешке дейін бір-бірімізді көреміз. Жақсы жандармен көрші болғанымызға қуаныштымын мен бір жағынан. Сол мәңгілік болсын көршілігіміз. Ауырмаңыздар, жақсы күндеріңізді бірге бөлісейік. Құдай болыс көршілерге бір шапалақ соғып қойыңыздар, ардақты ағайын. Ниетіміз қабыл болсын. Жол жүріңізден әпкемізден кейін, көке. тойға жиналған қауым тойларыңыз құтты болсын, той-тойға Алла тойдан келген болсын. Секебай мына алпыстан келіп құтты болсын. Сен өмір жағайды десем ғой, тілеуді. Мына 60 дейді ғой, ештеңе жоқ. Бірде қожанасырдан бір кетелес құрдасы сұрапты дейді, тойға 60-қа қалай келді? Сөйтіп айтты дейді ғой, білмайды. 60-ға айдам 59-ын тамаш етті айтқан екен дейді. Сондықтан 60-тан асқанымызға 4-5 жыл болды, қорықпа, табыс қой бұл. Ойнап күліп жүре бер. Бұрынғы көрген қызығынан алдағы көрер қызығын көп болсын. Той боласың, Алла тойдан келгенін ашын. Рахмет, екі жалғаймыз аға, келіңіздер. Ассалаумағалейкум, тағайын қауым. Той құтты болсын. Әне мына 60-қа толған құтты болсын. Төртте жайкішілігім бар. 60-та сағы Аллам келгенде жасайды. Немере Сылыңғыр шебіресі, шөпшексіз, олар жұмысына тоймай жүре бер. Осылай барлықтарына жұмысты болсын. Рахмет, көкем, киттер келіңіздер, аға. Ассалаумағалейкум, құрметті жиналған қауым, тойларыңыз құтты болсын. 66, біз көршіміз ғой. Аман болыңыздар. Мына өз сеге Салтанат Құдайдың сана сырлаяқтың сыры кетсе де сәні кетпеген екен. Аман болыңыздар. Біз мына дорожниктен кеп қалдық. Аман болыңыздар. Мына ән, мына көршінің қызы керемет еді, әкесі оның жақсы адам. Ауа райына жақпаған жақсы, аман болыңыздар. Мына жиналған қауым, тойларымыз құтты болсын, той-тойға ұлассын. Секірмен біз көрші тұрдық, өте айтып адым мына көрші жақсы адам, өте жақсы адам. Өмірді шүкірлі болыңыздар. Мынау ауылдастың аты осынша жаңа қазақта мақал бар, жағымды кеттім ой деймін, өз бүгін атан деп ойнаса жұрт болады деп өз көбіге шүйрек қойдым ба, кешіресіздер енді. Ал енді аман болыңыздар, көпшілік той қыласын. Бұрынғы ескі мақалдарды қазақ аталарымыз айтып жет. Қазір әр нәрсені мынаны айтып, өзімізді қорқып қалып, бұрынғы айтатын ауылың тұман болсын, қысың тұман болсын деп. Ал енді бет аулақ болсын, аман халқымыз аман, жұртымыз тыныш болсын, дендеріңіз сау болсын. Қайда жүрсеңіз десеге бізге көршісіз. Мына 60-қа толып отыр екенсіз, жеңілге 70-ке келіңіз, арқарай 80, 90, 100-ге келіңіз, 100-ге келгенде жатсай палатаңа. Кешіріңіз.
Aman bolduğunuzlar. Köke, alışına geldiniz. Buna benim canımda atından bir kopta. Köşkemiz var. Kuda kalasa, kalanın köşe çalmastırsın. Aman bolduğunuzlar. Rahmet, көкейдесіз бе? Келіңіз. Ассалаумағалейкум. Ақсеріға, мағынымыз құтты болсын. Өмірде бақытты болыңыздар. Жешенегеңіз бір жастыққа қайыңыздар. Ендері шүңгірі сүйіңіздер. Қалғанда сіздерге қосылам енді. Rahmet, әке келіңіз, арқылы атаңыз. Салтанат серігінің мекталары болсын. Бәріненді бұл екеуіне денсаулық тілеймін. Немере балалардың немерелердің ортасында ойнап тұрып жүре беріңдер. Жанашыр қызметі. Rahmet bereket. Armия қарайған көкенде тек бір айтуға келіңіз. Ассалаумағалейкум. Қош болғалым. Шеге, әпке. Мерейтойыңыз құтты болсын. Жасыңызға жас қосыла берсін. Немере көріңізді, көпшек шөбере көріңізді. Үйлеріңізде әрдайым той болсын. Оның қуасы болайық. Bir жағынан жезде болады кез. Амалым. Еліңіз сау болсын. Әпкемен бірге қосақ артайық. Үйлеріңізде той болсын. Тойға себепші болады, бізде куәгер болайық. Барлықтарыңызға осылай тойланып үйлеріңізде той болсын. Сөйлейтін көршілер бір қатарда әке келіңіз. Кеш жарық, құрметті қонақтар, бәріміздің басымыз қосылып жатқан себеп, ол серік, досым, құрдасым, салтанат бүгінгі мерейтойлары құтты болсын. Серік, жасыңа жас қосылсын. Құдай қаласа жастық қатайып, үлкен қария болып, елдің қадірлі қариясы болып, елге қадірлі болып, сені іздеп жүрейік. Серік қайықтерінде қолымыз көтергенде тоқтап жүретін болып. Елің сау болсын, ешқашанда ауырма, төртіншең сау бол, бала-шағаңа бас бол, ебірен шөберелерін рахатын көріп, шөберен қолынан май жалау нәсіп етсін. Құдай қаласа бұдан да мереке тойларын көп болсын. Құтты болсын. Серік аға, Салтанат әпке, бүгінгі тойларыңыз, ұлан асыр жасап жатқан тойларыңыз құтты болсын, дендеріңіз сау болсын. Тек қана сіздердің отбасыларыңызға жақсылық болсын. Той боласын. Бәрекелді жаппай көршілер айтқан тілек-ниеттеріңіз қабыл болсын. Үйлеріңізде той қуаныш болсын. Қуанышты көзіп келген қадамдарыңыз Алланың нұры болсын. Естелікке суретке түсіп оламыз. Сосын сіздерді еттің үстінде серкілдетіп билеткіміз келіп тұрған жоқ. Дастарханға отырып, дальше үлкен астан алып, еттен, дәмнен, тамақтан, қанаттан бары қарай жалғайсыздар. Сіздер билетпейміз, сіздерге бей қарыз бола тұрамыз. Себебі қазір арнайы бала-шағасы, балалары мен келіндері торттың үстінде бүгінгі көкеміздің мерейлі 60 жасында көкем мен әпкемді ортаға алып шығып, ұл қыздары, келіндері, осында барша немерелерін шақырып, тамаша торт үстінде тілек ниетін айтады. Сондықтан өкпесіз, ренішсіз, той анасын той иелеріне табыс етіп, ақ дастархан басына жайғаса кетсеңіздер дұрыстен болайын деп тұр. Көршілердің тілек ниеті қабыл болсын. Көршілерге бір шапалақ соғып қояйық ардақты ағайын. Рахмет. Арнайы қазір ұлдың келіндері бірге шақырайықшы. Балалары, келіндері, немерелері тегіс ортаға шықсақ болады. Асқат Керуер, Азамат Жұлдыз, Мейірлан Гүлнұр, Жан Серік және жаппай немерелері, тілек айтам деген немерелер бәрі ортадан табылайық. Той қуанышымыз құтты болсын. Бүгін міне Асқартаулай әкеміз Мөлдір Бұлақ анамызға арнайы тілек ниетімізді паш етейік, тілек ниетімізді айтып алайық, сый-сияпатымызды табыс етіп алайық. Содан кейін барып ортаға тортты шақыратып боламыз. Сондықтан бізге бір сәт назар салыңыздар, мойынды бұрыңыздар. Бізде бірінші тілек айтатын Асекең қой, Сіз соңында айтасыз ба? Сөз. Інілері.
Келіңіздер, Ассалаумағалейкум барлықтарыңызға. Бүгінгі осы әйгіміздің мерейтойына келіп отырғандарыңызға барлықтарыңызға шын жүректен рахмет айтамын. Әкешім келешекте туған күніңіз құтты болсын, өмір жасың ұзақ болсын. Ортамызда осы көпшіліктің алдында ойнап күліп жүре беріңіз. Аллам анам екеумізге екі күннің нәсіп етсін. Ауырғаныңыздар тез жақсыңыздар. Қауым сіздерге осы қуанышымды айтқым Алла сақтау әкешім келетін құтты болсын, денсаулығыңыз мықты болсын, қажымас тәләтіңіз. Немерелеріңіздің болашағыңыздан тоймай ойнап күліп жүре беріңіздер. 100 жасаңыздар анаңыздан бақытты болыңыздар. кішігірім күнімізге сыйлығыңыздар анамызбен табыс етсек. Рахмет. Бір шапалақ соғып қойыңыздар Асқар-таудай әкелерімізге. Шапақ жауып жатырмыз. Шапалақ ұрып қоймайсыздар ма, жұғысты болсын деп жатыр. Қайда, міне, ол бұлағыңыз дәл осындай. Сый құрмет көрсетсін сіздерге де. Той құтты болсын. Ал, келіндер сөйлей ма? Қалай ғана қосыламыз да сөйлейміз бәрі бәрі. Қосылам, е? Ал, ары қарай мен ұстаз өзіңіз қойын. Азамат ағамыз көріп тұрсыздар, ұстаздық етіп жүрген енді біразымыз танитын шығармыз. Соны қасиетті Меккеге қажылыққа апарып әкеліп жүрген, дәріс өтіп жүрген ұстазымыз Азамат ағамызға бір шапалақ соғып қошемет көрсетіп қойсаңыздар, Алланың нұры жаусын, шәкірттеріңіз көбейе берсін бұйырса, осы тойымыздың бүгін осындай керемет өтуіне, адам дастархан халал той болуына керемет атсалысқан ағамыз. Той қуанышты болсын, алтын басыңыз аман болсын, отбасыңызда той мереке болсын ұстаз. Келіңіз. Ассалаумағалейкум, құрметті қонақтар. Баршаңызды осы әкеміз бен анамызға құрметтеп келгендеріңізге үлкен алғыс білдіреміз. Баршаңызға рахмет, Алла разы болсын. Осындай құрметтеп келгендеріңізге Алла сауаптан жасасын сіздерге. Енді Алла тағала Құранда айтады ғой, ата-аналардың қартайған уақытында оларға өктеп сөйлемеңдер дейді. Және де мынандай бір әдемі дұға бар. Ата-анаң қартайған уақытында жалпы Раббым дейді. Әкем мен шешем мені кішкентай кезінде қалай әпелеп өсірсе, қартайған уақытында өзіңнің мейіріміне бөлей бер дейді. Алла тағала әкеміз бен анамызды мейіріміне бөлеп, Алла ғұмырлары ұзақ етсін, дендеріңізге саулық, ғұмыр жастары ұзақ етсін. Енді бұл өмірге естіп тұруымызға, осы жерде сөйлеп тұрғанымызға, осы қанша жердің қасиетті мекенге барсақ та, бірінші Алланың, екінші бұл дүниеге себепкер болған әкелуге әкеміз бен анамыздың арқасында. Енді әкешім, анашым, Алла өмірлеріңіз ұзақ етсін, дендеріңіз саулық берсін. Біздің енді балалықпен оқытып қойсақ, сіздерге ренжіп қойсақ, сіздерге Алла бірінші кешірім сұраймыз сіздерден. Екіншіден өмірлеріңізді ұзақ етіп осы немерелеріңізді шөбере сүйетін жасап етіңіздер. Аман-есен ортамызға жүре беріңіздер. Одан кейін қазір өзіміз беретін сыйлығымызды береміз. Ағамыз сөзіне. Саламатсыздар, құрметті қонақтар, келген қадамдарыңызға гүл бітсін. Ал ата, апа, бүгінгі келіп жеткен туған күніңіз құтты болсын, деніңіз сау болсын, ешқашан ауырмаңыз. Үлкен бақыт тілеймін. Біздің немерелердің алдында күліп ойнап жүре беріңіз. Бұйырса шөпшек, шөбере, немене сүйе беріңіздер. Ұзақ жасаңыздар. Ата, туған күніңіз құтты болсын, аспаныңыз ашық болсын, әрқашан ортамызда ойнап күліп жүре беріңіз. Рахмет Шамал. Айтама, әлдейлер айтпайды. Ал енді Асекең өзі түйіндейді, барлығын жеткізген тілек ниетін қорытындылайды, сый-сияпатты айтып табыс етеді. Сондықтан назар салып қойыңыздар. Асқар ағама да бір қол соғып қошемет көрсетіп қойған. Ассалаумағалейкум ағайын. Бүгінгі әкеміз бен анамыздың қуанышына барлықтарыңыз жиналғандарыңызға
көп рахмет. Біздің қуанышымызды бөлісіп жатқандарыңызға көп рахмет. Мына әкеміздің жасы 60-қа келді дегеннен той жасаймыз ау деп ой салғаннан бері осы уақытқа дейін сол естіген күннен бастап давайте деп бізді қоштап тойды пландаған күннен бастап бізде поддержка берген ең бірінші әуелі Алла, одан кейін ата-анамыз, одан кейін біздің кіші әкеміз бен кіші анамызға көп рахмет айтқымыз келеді. Осы кісілер бізге қатты поддержка берді. Бұл кісілерге деген біздің кішкене шағын сыйлығымыз бар біздің атымыздан. Мынау аяулы шешеміз алтынға гүл шағалы атымыздан. Екеуіне енді біздің отбасымыздың атымыздан сіздерге де Алла осындай үлкен той жасауды нәсіп етсін. Сіздерге көп рахмет. Алла разы болсын отбасымыздың атынан. Енді әкеміз біздің нұсқаушымыз болса, Берік ағамыз біздің тіреушіміз, әрқашан біз үшін қолдаушы. Жешеміз аты да алтын, өзі де алтын, заты да алтын. Әрқашанда біз ауылсақ біз үшін қуанақ, ауылсақ біз үшін қайғырат, әрқашанда қолымдағы барымен бөлісуге дайын кісілер. Көп рахмет сіздерге. Және де әкешім, анашым бүгінгі қуаныштарыңыз құтты болсын, дендеріңіз сау болсын. Алла қаласа, ол немерелеріңіз бар, Алла біздің көп көрмесін. Алла нәсіп етсе, біз сіздер бұлардың боғын басынан шашамасаңыздар, біз көңілді де шашамаймыз. Көп рахмет барлықтарыңызға, құдалар, жекжаттар, достар, рахмет көп, Алла разы болсын. Әпкелерім, жезделерім, ағашларым, барлықтарыңызға рахмет көп. Енді бүгін толқып тұрған жағдайымыз бар. Осы біздің ағайындар, өзіміздің бауырларымыз, келіндер, немелердің атынан әке шешемізге умра сапары екеуіне. Алла нәсіп етсе қажатыр. Қолдап қойыңыздар, қошемет көрсетіп қойыңыздар. Алла берсі, қасиетті умраға жолдама. Ал құрметті қонақтар, енді Алла қаласа мен сіздерге гид болам, ұстаз болам. Мен айтқанда тілмай алып жүресіздер деп тұр. Құрметті өзімнің істейтін компаниям бұл. Құрметті Алланың сүйікті қонағы Сәдуақасұлы Серік, сізді ұлы жаратушымыз ерекше мереймен Алланың ұлы умра сапарына шақырады. Амал қазба компаниясының атынан. Және осы біз көп балаңыздың атынан. Және де анамыз, құрметті Алланың сүйікті қонағы Нұрыш қызы Салтанат, сізді ұлы жаратушымыз ерекше мейіріммен умра сапарына шақырады. Балаларыңызбен келіндер немерелеріңіздің атынан. Алла қаласа. Және де толықтырып айта кететін бүгінгі тойымызда, қуанышымызда қандай да бір кем-кетіктер болса, ренжімеңіздер, кешіріп қойыңыздар. Енді адам болғаннан кейін шыны керек, өзіміз әлі бірдеңе жемедік. Бар уайымыз, әке шешеміздің көңілінен шықса екен, қонақтарымыз разы болса екен деп, енді біздің ойымыз барлықтарыңызға ұнады деп ойлаймыз енді. Біздің осындай қуанышымызды келіп, бөліскендеріңізге көп алғысымыз шексіз. Алла разы болсын барлықтарыңызға. Құдай қаласа келесі жылы март айында әкеміз бен шешеміз қабылданады иншалла. Сондықтан сізге де тамырда көп рахмет. Алла разы болсын. Енді барлықтарыңыз қандай да бір қателік болса, ренжімей, жақсы көңілмен
қайтуларыңызға тілектеспін. Рахмет. Рахмет. Мұқағали атамыз айтқаны бар ардақты ағайын. Бақыт жайлы мына менің білгенім бақыт деген бірде шаттық бірде мұң. Ал мен үшін ең бақытты күндерім балам саған бақыт іздеп жүргенім. Бақыт іздеп мейлі мал бақ, тас қала, бірақ балам мына нестен тастама. Бақыт іздеп сорлап жүрсек ештеңе, бақытты болып сорлап жүрсек масқара дейді. Құлыншақтарыңыз үшін іздеген бақыт табандарыңыздың астынан табылсын. Сіздерге де ұлдарыңыздар осындай той жасап, ұлы қажылыққа жолдама сыйлық берсін ағайын. Бір қошеметтеп қойыңыздар, мінекей. Жерге қарататын 7 балаң болғанша, елге қарататын 2 балаң болсын дейді біздің қазақ. Алла разы болсын, бәріңізге той қуанышы тусын, бізден тілек біткен жоқ. Біз ортаға арнайы осы бүгінгі мерейлі 60 жастың дәмді тәтті нанын тортты алдыртып, атасы мен апасына ең кішкентай немересінің қолын тортқа батырып, немеренің қолынан балжалатайын деп тұрмыз. Сосын Серік көкеміз өзі жүрек жарды алғысын, лебізін апамыз екеуі рахметін халық қайтарды. Торт студио, жібер. Серік көкемнің 60 жасы және де әпкеміз екеуінің дәл бүгін отауласқан күні 22 ноябрь дәл бүгін бір құттықтап қояйық шапалақ соғайық. 40 жыл болды ма? 40 жыл болды отастандарға. Рахмет, свет жағамыз. Свет жаға. Енді кішкентай немере осы ма? Canım kele var, tüfek barakallah, kele var. Al, әкесін қолына беріңіз. Al, Серік атасы, sen de kele var, тәттілерді бәрі шақырыңыздар. Al, кішкентайдың қолын. 3 айдан почти бәрі құрдасы бар, 4 ай арасы. Al, көмие беріңіздер, қолын тортқа батырыңыз. Қалай болса солай батыра берсеңіз де болады. Той ғой, қуаныш қой. Атасына беріңіз. Атасының бүгінгі 60 жасы мерей той құтты болсын. Міне Аллаға шүкір, немеренің қолынан балжалап жатырмыз. Бұйырса, Серік көкем жасы 90-100-ге келіп, шөберенің қолынан су ішсін десек, тағы бір шабалап қояйық. Апасына да бердіңіздер ме? Алып жедіңіз бе? Ал, Серік көкем. Торт алып кете беріңіздер, қыздар, жігіттер, торттаны қажет емес бізге болмай. Ырымын жасасақ болды, біз тортты кеспейміз, сойынбаймыз, үстіне шам жақпаймыз, дұрыс емес еден киімілі батырмыз ғой енді. Енді мына Серік көкеміз бүгін көңіл күйіңіз қалай көке? Туған күніңіз құтты болсын, осы ұлдарыңыз, қыздарыңыз, қазына байлықтарыңыз аман болсын. Өзіңіздің келген құрдастарыңызға, жекжат жүрат құда, вообще осы тойға келген қонақтарға әпкем екеуіміз бір алғыс рахмет беріңіз жеткізсеңіздер. Келіңіз. Құрметті ағайындар, туыстар, бауырларым, намаз, жолдан келіп жатқан жекжат жұраттар, құдаларыма маңда бір алғыс. Сіздердің де үйлеріңізде құдай той болсын, думан болсын, алыс жолды жақын қылып араласып жүруге нәсіп етсін. Ендеріңіз сау, отбасыларыңыз аман есен болсын ағайындар. Көп рахмет сіздердің сыйлап мені келгендеріңізге. Шапалақ ұрмайсыздар ма? Той иесі ғой болсақ, 60 жас күн иесі. Болсын деп жұртым тыныш, елім аман есен жүре бер Серік аға. 60 жасыңыз құтты болсын, өлшеулі өмірде өлшеусіз бақыт тілейміз. Әттеген ай деген күндерден, шіркін ай деген күндеріміз көп болсын. Енді осы көкемнің алтын басын төрге сүйреп, түтінін түндігінен түзу ұшырып, бәлен жыл баласын ойнатып, қазанын қайнатып, дастарханын жайнатып отырған әпкеме де неужели бір қол соғып қоймайсыздар ағайындар. Келіңіз. Құрметті көпшілік мынау құдаларым, туысқандарым, бауырларым, қайындарым, қайынсіңлерім, қасастарым, көршілерім, барлықтарыңызға рахмет. Осы бір сыйлап келгендеріңізге барлықтарыңыздың тойы болсын, қасиет болсын,
Ең жаман жырмыстың болсын. Біздің балапандарымызға рахмет бұйырса, Умраға бізге жолдама беретіндер. Жұмыс болсын осылайда. Ал bir şapalağa kepede bir koşamet koşatıp koysanızlar bulan ardaktagay. Toyumuz mutlu olsun. Barışımız mutlu olsun. Osılay adal toylarımız, halal toylarımız janasın жалғасын таба берсін дейміз. Үйлерімізде баш болсын. Арнайы бүгінгі сіздерге рұқсат той иелерінің атынан сразу тойдан тоқтай қуыс үйден құр шықпа дейді зеткен найза бойлатпаған қалыппыз. Сіздерден әлі осылай тойға жетсіз деген ниетпен той иелерінің атынан арнайы той бастар қабыл алыңыздар. Ағайын той бастапты келіңіз, оқымастық ниетқын көрсетуге еліңіз. Қазағатты елімнің құдіретін тануға, ұрпағының жасаған ұлы ойын көріңіз. Мәнміз бұны халқымнан көрінені ғұрбынан, жақсы бәлім күдеді елі менен жұртынан. Балалардың дәстүрін бақшанымен білуге, жастығының қызуына жалынымен ұлыға. Еркіндікті сүйетін еліміздің танытқан, жастарының жігерін жыр қайратқа шырққан. Ата жұрттың салтымен жүректерге жолдауы, шешендік пен мәрттіктің ұрпағына дарыған. Рахмет, Аллах той қуанышымызда. Бүгінгі 60 жас мерейтой құтты болсын, жүрейім күліп әріге шаттанбай, кездескенше аман болысыменен кездесе алмай қалудан сақтабылай дейміз. Той қуанышымыз құтты болсын. Ортаға келіп билесеңіздер болады, тойды антракция. Жібек, музыка.